Қайырлы күн ханымдар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Фируза Мырзаева. Бүгін сіздерге маска жайлы кішкене ақпарат айтқым келіп отыр. Өйткені мен өзімнің Instagram парақшам болсын, осы YouTube каналым болсын, сіздерге табиғи маскаларды көрсетіп отырамын. Сол масканы дұрыс қолдануды білмейтін ханымдар да бар екен. Және де масканы қалай дұрыс қолданамыз, қалай жақсы нәтижесін береді, сол жайлы қысқаша видеосында жасағым келіп отыр сіздерге. Негізі масканы таңдардан алдын өз тері типіңізді біліп алған дұрыс. Өйткені кейбір табиғи құрамдардың өзі құрғақ теріге болмайды, майлы кожаға болмайды деген сияқты бөлініп жатады. Сондықтан өз тері типіңізді біліп аласыздар. Одан кейін масканы аптада 1 рет немесе 2 рет, егер майлы болса бетіңіз 2 рет жағуға болады, ал құрғақ болса 1 рет жағуға керек. Күнде әртүрлі маска жаға беруге болмайды, ол сіздің бетіңізді құртып жіберуі мүмкін. Және де масканы жағардан алдын аллергияға тест жасауды ұмытпау керек. Өйткені сізге аллергия беруі мүмкін құрамындағы заттар 100% табиғи өнім болғанмен әркімнің терісі әртүрлі. Сондықтан кішкене дайын масканы мойынның тұсына немесе білекке, немесе шынтақтың бүгілетін тұсына жағып 5-10 минут күтеміз. Егер қышу, ашу сезімдері байқалатын болса, бұл маска сізге тура келмейді. Демек, бұл масканы қолданбаймыз. Егер ешқандай ондай белгілер байқалмаса, бетімізді алдымен умывалкамен жуып, тоникпен сүртіп, толық тазалап алғаннан кейін масканы жағып 10-15 минут күтеміз. Сосын жылы сумен жуамыз. Одан кейін артынан крем жағуды ұмытпау керек. Өйткені үй жағдайындағы маскалар кішкене бетті құрғатуы мүмкін. Ол қалыпты, бірақ беттің құрғау сезімі қандай да бір процедурадан кейін болмау керек. Сол үшін арнайы өзіңіздің қолданатын креміңізді жағып қою керек. Және де бұндай маскаларды мүмкіндігінше түнгі уақытта жасауға кеңес беремін. Сонда нәтижесі жақсы болады. Және де ертеңіне көшеге шығатын болсаңыздар, кез келген маскадан кейін SPF кремді үзбей әр 3 сағат сайын жаңартып отыру керекпіз. Тағы да қандай тақырыптарда сіздерге кішкене осындай нұсқадағы видеоларды түсіріп отырайын, толық мәліметті төменде қалдырып кетіңіздер.